Что у тебя в наличии? Доллары, динары? Они ехали в бело-желтом Бьюике. Весь блядский взвод разлетается, как мухи. Чина. Меня зовут сержант Эндрю Скотт. Оқиға 1969 жылы Американың Вьетнамдағы соғысқа қатысуының соңына таман басталады. Қатардағы жауынгер Люк Дево, оның бөлімі бір ауылды сәтті бақылауға алғаннан кейін жағдай қорқынышты сипат алады. Люк құлақтары кесілген, өлтірілген сарбаздармен бейбіт тұрғындарды көреді. Оның командирі сержант Эндрю Скотт есінен адасып, адамдардың құлақтарын олжа ретінде жинай бастаған. Ол бәрін сатқын деп санайды. Люк соғыс аяқталғанын айтып, оны тоқтатуға тырысады. Бірақ Скотт Люкты сатқындық жасады деп айыптап, адалдығын дәлелдеу үшін екі тұтқынды атып өлтіруді бұйырады. Люк бас тартқанда Скотт баланы атып тастайды. Люк оған шабуыл жасап, қызды құтқармақ болады, бірақ аяғынан жараланады. Қыз қашуға тырысқанда Скотт граната лақтырып, оны өлтіреді. Бұған жауап ретінде Люк Скоттты найзалы мылтығымен түйреп жаралайды. Екеуі атысы бір-бірін өлімші етіп жаралап, ұрыс даласында бірге жан тәсілім етеді. Келесі күні таңертең ақш арнайы жасағы олардың денелерін табады. Скотттың құлақтардан жасалған алқасы әлі де мойнында болады. Оқиғаны түсіндірмеу үшін жоғарғы шенді офицер істі құпиялап, екі сарбазды да ұрыста хабас кетті деп жариялайды. 25 жыл өткен соң террористер Хувердамды басып алып, тұтқындар мен полиция қызметкерлерін атуға кіріседі. Полковник Перри әмбебап сарбаздар деп аталатын тәжірибелік антитеррорлық бөлімді іске қосады. Олардың қатарында Люк пен Скотт та бар. Енді олар GR-44 және GR-14 ретінде тірілтілген. Өткен өмірлердің ештеңе есінде жоқ. Олар қауіпті жоюға жіберіледі. Құрылымның төменгі бөлігіндегі электростанциясында 30-ға жуық адамдар кепілде ұсталып отыр. Қарулы адамдар ақштағы федералдық түрмелерде отырған сыбайластары босатылмайынша тұтқындарды жібермейміз дейді. Олар кестеден 8 секундқа кешігіп жатыр. Скотт шектен тыс күш қолданады. Бұл оның қатыгез мінезі сақталғанын көрсетеді. Долыға камералары түсірімді басқару орталығына жіберіп отыр. GR-76 сарбаздардың оққа төзімді күшейтілген қабілеттерін көрсетеді. GR-13 бәрі таза дейді. Бөгет толық бақылауға алынғаннан кейін Люк Вьетнамдағы ауыл тұрғындарына ұқсайтын кепілдегілерді көріп, басылған естеліктері ояна бастайды. GR-44 жағдайын қалай дейді? Скотт та есіне түсіре бастайды. GR-44, отвечайте. Бірақ екеуі де үндемейді. Әмбебап тобы террористерді жойып, кепілдегілерді құтқарған соң, бағдарламаның жетекшісі полковник Перри журналистер алдына сөз сөйлейді. Ол операцияны әмбебап сарбаз бағдарламасының мінсіз жеңісі ретінде көрсетіп, топтың жылдамдығы мен тиімділігін мақтайды. Бағдарламаның дәстүрлі арнайы жасақтардан артықшылығын жарнамалап, бірде-бір америкалық шығынсыз аса қауіпті антитеррорлық миссияларды орындай алатынын айтады. Мобильді басқару орталығында техниктер Люк пен Скотттың өзгелер сияқты қызып кетпегенін байқайды. Люк қайта-қайта бейбіт тұрғындардың кінәсіз болғанын айтады. Техниктер Вудворд пен Джей оларды қызметтен шеттетуді ұсынады. Бірақ Перри естеліктерін басу үшін нейросарысу егуді бұйырады. Орындарыңды алыңдар, егуді бастаңдар дейді. Гувер бөгетіндегі оқиғаны көрген журналист Вероника Робертс базаға жасырын кіріп тергеу жүргізеді. Ол өлі деп есептелген GR-76 мен кездеседі. Бірақ ол кенеттен іске қосылып, оның барын командалық орталыққа хабарлайды. Полковник, біз бөгде адамды байқадық дейді. Бұл жолы ол тағы да не білдірді екен? Операторлармен бірге қашу кезінде әмбебап сарбаздар апатқа себеп болады. Скотт бұйрыққа қарсы шығып, операторларды өлтіреді. Бұл оның естеліктерін одан әрі қозғайды. Люк Скоттқа шабуыл жасап, Верониканың көмегімен ол оның байланыс құрылғысын шешіп тастаған соң қашып кетеді. Скотт Вьетнамдағыдай сатқын деп күбірлейді, бірақ оны ешкім естімейді. Кінәсіз оператордың өлімі үшін Вудворд шындықты айтқысы келеді. Бірақ Перри репортердің елге таратып жібермеу үшін оны бүкіл ел бойынша қууды бұйырады. Жоба
Пентагонға белгісіз, өйткені олар қаза тапқан сарбаздарды тірілтуге рұқсат бермесе де, егер құпия ашылса, бәрі түрмеге қамалады. Олар басқару орталығын көшіріп жатқанда, Вероника Люктен неге оны құтқарған сұрайды. Люк тек әскери міндетім аяқталды, мен үйге қайтқым келеді деп жауап береді. Әмбебап сарбаз оқ жарасынан қан тоқтату үшін шақпақты пайдаланады. Ал жанармай таусылғанда, ол көліктен түсіп, машинаны жоғарғы жылдамдықпен өзі итеріп ең жақын жанармай құю бекетіне жеткізеді. Кеше жанармай таусылып қалды, жанармай таситын көлік таңертең келеді дейді. Екеуі түнде мотельде жасырынып өткізеді. Вероника полицияға хабарласуға тырысады, бірақ таксофондар істемейді. Қызметкерлер телефонын қолданбақ болғанда, Люк оны тұраққа дейін ілесіп келеді. Ол жалаңаш күйде қызып кетуден құлап түсіп, есін жию үшін мұзды ванна қажет етеді. Көп ұзамай әмбебап сарбаздар келіп, екеуін мотель арқылы қашуға мәжбүрлейді. Вероника Люктың кім екенін білгісі келеді, бірақ оның ештеңе есінде жоқ. Тіпті акценті бар екенін де байқамайды. Ол бір жерге тоқтап, бірдеңе есіне түсіруге тырысады. Сол кезде мобильді басқару орталығының соңдарынан еріп келе жатқан байқап, жанармай бекетіне қарай жүреді. Люк олардың өзін бақылап отырғанын түсінеді. Ол Вероникаға «Маған көмек керек» дейді. Вероника болса қандай көмек деп сұрайды. Менің үстімде бақылау құрылғысы бар сияқты дейді. Вероника болса мен не істей аламын деп жауап береді. Сонда бір түрлі нәрсе ізде деп жауап береді. Верониканың көмегімен ол аяғына орнатылған бақылау құрылғысын тауып алып тастайды. Әмбебап тобы келгенде олар жанармай бекетін жарып, бірнеше сарбазды жаралайды. Люк пен Вероника мұз толы жәшіктерге тығылып, мобильді басқару орталығына жасырынып мініп, бағдарламаға қатысты дәлелдерді ұрлап алады. Қашу кезінде Скотт оларға тұтқиылдан шабуыл жасайды. Бірақ апат кезінде алдыңғы әйнек арқылы ұшып кетеді. Оларды тағы жоғалтқан соң полковник Перри JR-14-ке жүк көлігіне оралуын бұйырады. Алайда бұл өзін сержант Эндрю Скоттпын деп жариялап, Перриді өлтіреді. Меня зовут сержант Эндрю Скотт. Оның ескі болмысы қайта оралып, бағдарламаны өз бақылауына алады. Техниктерді өлтіріп, өзіне бұлшықет күшейткіш егеді. Вудворд оны тоқтатуға тырысады, бірақ ол да қаза табады. Енді операция Скотттың бақылауында қалады. Осы уақытта Вероника дәлелдерді қарап отырып, әмбебап бағдарламасын жасаушының телефон нөмірін табады. Люк тамақтануды қайта үйреніп жатқанда, Вероника таксофон арқылы жобаның авторының орналасқан жерін анықтайды. Люк мейрамханада көп тапсырыс беріп, ақысын төлей алмай қалады. Қызметші келіп, мұның бәріне төлейтін ақшаң бар ма деп сұрайды. Әлгісі үндемейді. Сонда ол, бізде бір борышкер отыр деп айғайлайды. Люк болса, тамақ дәмді екен деп жауап береді. Әлгісі, иә, сұрақ, оны қалай төлейсің дейді. Сонда Люк, білмеймін, мен тек тамақ жегім келеді деп жауап береді. Осы кезде төбелес басталады. Я не хочу вас обижать. Меня не хочет обижать Хэнка. Эй, смотри! Төбелестен кейін Люк пен Вероника жобаның авторы доктор Крегерді табады. Ол әмбебап сарбаздардың қайта тірілтілген мәйттер екенін, олардың қызып кететінін және техникалық тұрғыда әлі де өлі саналатынын түсіндіреді. Они ехали в бело-желтом Бьюике. Скотт жарақаттанған кейінгі регрессивті естеліктерден зардап шегіп, өзін әлі де Вьетнамда соғысып жүрмін деп санайды. Ал Люктың сабырлылығы оның үйіне оралғысы келетінін ниетінен туындайды. Люк Верониканы қауіпсіздігі үшін кетуге көндіргісі келеді. Бірақ ол бас тартады. Оларды полиция ұстап автобуспен алып кетеді. Алайда Скотт шабуыл жасап, офицерлерді өлтіріп қудалауды бастайды. Простите, вам надо поменять водителя. Он довольно паршиво выглядит. Аласапыран кезінде Люк автобуспен басқару орталығын жартастан құлатып, Скотт өлгендей көрінеді. Кейін Люк 25 жылдан соң Луизианадағы үйіне оралып, ата-анасымен қауышады. Вероника кетпек болады, бірақ Скотт қайда пайда болып, отбасын кепілге алады. Люк пен Скотт соңғы қатыгез шайқасқа түседі. Әлсіреп қалған Люк өзіне бұлшықет күшейткіш егіп, қарсы тұрарлық күшке ие болады.
Ол Скоттты өндірістік құрылғыға шаншып, механизммен жаншып өлтіреді. Соңында Люк ата-анасын босатып, Верониканы тірі, бірақ ес-түссіз күйде табады. Ол өзіңді қалай сезінесін деп сұрағанда, Люк өзін 50 жастағы адамдай сезінетін айтады. Екеуі құшақтасса, оқиға осымен аяқталады. Осындай кинолар үшін жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл арнаға үлкен көмек болады.